арқа деген жерде. Сосын мынандайды жағып аласың былай дөңгелете саламын, кейде 2 рет жаға саламын, кейде 7 рет жағамын. Күніге? Күніне 2 мезгіл, 3 мезгіл жаға саламын, қай уақытта ойыма түссе соны жаға саламын. Соны қарасам, мына көзімнің 30% деген ардағы врачтар. Көруі? Иә, енді қарасам, анау уже автобустың нөмірін көре бастадым. А то осы менен Астановқа, осы менен 200-300 метрді ғана көредім, қазір алыстан көрем. Алыстан. Аналарды уже жақсы көрем. А мына көзім вообще жымылып қалды былай. Иә? Мүлдем ашылмайтын бұрын, не? Ашылмай бүйтіп жүрем. Қанша жыл болған жымылып қалғанына? 8 жыл болды. 8 жыл болған, иә? Қазір ашылып жатыр. Клеткасы өліп қалды дейді врачтар. Докторлар. Потому что ол операцияда жазаған жоқ. Менікі давлениеден кетті. Жылап стресс қатты жаңғыз баланы. Сөйтіп кетті ғой, тем более таможняда істеп жүрген бала ғой. Содан кейін қатты жылағаннан стресстен түнде жылаймын. Соны врачтар маған ұрысты. Сіз бір көзден айырылдыңыз, екінші көзден де айырыласыз деп. А бірақ врачтар да істемеді ғой. Иә. Только операция жасап мен жасатпадым. Доктордан қолынан ештеңе келмеді, иә? Ештеңе келмеді. Мынаны уже давление 2 жыл бойында повескамен жүрдім. Қызарады, түспейді давление. Содан мына көз кетіп қалды да, клеткасы өзі. Бірақ приступ ұстағанда негізі масқара жаман приступ ұстады. Қатты ауырады. Мына жақта қызық болды. Бір врачқа кеттім ғой. Көзім көрсетпей қалады, кішкене 1 сағат көрмей қалады. 2 сағат көрмей қаламын да, бір кезде көзім ашылады. Соны врачқа барсам, как раз татар әйел болды да. Маған ренжіді, қайта келесіз, көзіңіз прекрасно көріп тұр деп. Сөйтті да, бір жидке бірдеңені көзіме құйып жүргенде секундында көзіме приступ ұстады. Соны сотқа беруде дедім, көзді ауылдан келіп жүрген. Сол қалпы көрмей қалды. Иә, содан кейін көзім уже үйде тұра алмай кеттім ғой. Үйде көз приступ ұстағанда басты қашин ауыртады екен. Тіс құсатып ауыртқанда өле жаздадым. Сол где-то 10 негізі балам өлді 12-ші жылы ғой. Бұл где-то балам өлгеннен 3 айдан кейін содан кейін басталды. Ауыра бастады. Содан кейін жаңағы дәрі құйып мен көзімді ауыртты. Соны мен уже доказать ете алмадым. Ана әйел лекарьда расчет алып қашып кетті. Енді көзіме даже инвалидті ала алмай қалды. Сонда осыны қашан алдыңыз өзіңіз, мына көз қаламын қанша уақыт болды алғаныңызға? Мен алғаным осы 1 ай болады енді. 1 ай болады. Күніне 2 рет, 7 рет жағасыз. Әрқалай 7 рет болғанда мен 7 рет бүйтіп санап жағасыз. Санап жаға саласыз. Соның өзінде мына жұмылып тұрған көз ашылып кетті, иә? Иә, 7 рет жақпаймын. Ойыма түскен кезде бүйтіп 2 жаға саламын, немесе қарап отырса бүйтіп домалатып жағады екен. Оған шыдам жетпейді, мен бүйте саламын. Сөйтіп, бірақ мынадай давлением жоқ басымда. Оларға жағып жатқан жоқпын мен. Аз ғана жаққаның өзінде осындай результат көріп отырсыз, керемет өнім көріп отырсыз, иә? Енді мына көзім жақсы көреді. Бүгін что-то қышып тұр, қышымаушы еді что-то. Мен бір жаман жер не көріп қоямын да, соткаға жұмыстарым бар ғой. Иә. Телефонға көп қарағаннан кейін көзімізде қышу болады, дұрыс айтасыз. Енді мына көзім что-то ашылғанда таң қалып тұр, бүйтіп қалған. Бүйтіп тұрды, осылай. Осыны қолмен бүйтпесең ашылмайтын, бірақ бетін ақ жауып кетті. Ақ жауып кеткен бірақ, иә? Қазір ашылып кеткенде таңғап жатсыз. Енді мына көзім ашылып, былай. Қозғалады. Қозғалады уже. Әзір ол жақ көзіңізден қарашығда біраз көрініп жатыр әзір. Иә, сол әппақ болып жабылып қалды ғой. Бұл көзіңізді уже бесполезно операцияға да келмейді, өлді деді клеткасы. Енді понедельник күні барып көрсетемін. Не болып тұр, неге ашылды деп деңіз? Не бар ма мына жақта? Жан бар ма деп көрсетіп не ету керек болды. Күшті